Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымда оқушыны сабақ үстінде қалай бағалауға болады, сол туралы айтатын боламын. Бұл бағалау қағазы, бұл қағаз үнемі тақтада ілініп тұрады. Оқушылар оны көріп отырады. Және жоғары жағында 1-ден 6-ға дейін тапсырма деп жазылып тұр. Сол жағында 1-ден 12-ге дейін оқушылардың саны жазылған. Және менің тобымда 12 оқушы бар. Сол 12 оқушының кеудешелерінде әрқайсының өзінің саны жазылған бежектері болады. Яғни бірінші оқушы 1 деген сан тағады, екінші оқушы 2 деген санды тағып отырады. Және мұғалім сол арқылы оқушыны тез тауып алады. Бірінші тапсырма ой тапсырмасы. Егер де оқушы үй тапсырмасына бірінші оқушы дайындалып келген болса, мұғалім дәл сол жерге магнит қояды. Ал екінші оқушы үй тапсырмасына дайындалмай келсе, мұғалім ол жерге карандашпен X қояды. Енді бірінші оқушы үй тапсырмасын орындап келеді және екінші тапсырманы класс жұмысын орындап отырса, мұғалім әрі қарай магнитті жылжытып отырады. Ал екінші оқушы үй тапсырмасына дайындалған жоқ, X алды, бірақ класс жұмысын орындайтын болса, мұғалім сол класс жұмысын тұсына, яғни екінші тапсырмаға магнитті апарып қояды. Сөйтіп, ешқандай X алмаған оқушы алтыншы тапсырмаға дейін магнитті жылжытатын болса, онда мұғалім оны толық бағалайды. Ал қандай да бір X бар, бірақ тапсырманы орындап арасына магнит алған оқушы да болатын болса, мұғалім оның сол күнгі біліміне қарай бағалайды. Менің бүгінгі бағалау парағым сіздерге ұнаған болатын болса, сабақтарыңызға пайдаланыңыздар. Баршаңыз сәттілік. Және менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, өздеріңіздің лебіздеріңізді білдіріңіздер. Баршаңызға сәттілік.